Ел тасқын сумен арпалысып жатқанда жол жөндегендері қайсасқаны. Онда біз қайта бер ғой. Ұялмайсыңдар ма? Кеген ауданы әкімінің орынбасары жол салушыларға ескерту жасады. Алматы облысы Кеген ауданы әкімінің орынбасары Медет Исаев республикалық маңызы бар Көкпек Кеген тіп жолын жөндеп жатқан жұмысшыларға осындай ескертуін білдірді. Аудан әкімдігінің Instagram әлеуметтік желісінде сапасы жөнделіп жатқан жолдың видеосы жарияланды. Кадрдан Кеген ауданы әкімінің орынбасары Исаевтың төселген асфальттың астын күрекпен ашып жатқанын көруге болады. Ұялмайсың ба? Бағаны көп. Мен аназар көріп барамын бағанан бері. Аудан әкімінің орынбасары республикалық маңызы бар Көкпек Кеген тіп автокөлік жолының 53-68 шақырымы аралығындағы жүргізіліп жатқан жөндеу жұмыстарының сапасын тексеріп, мердігер компанияның өкіліне қатаң ескерту жасап, автокөлік жолының сапасын арттыру бойынша бірқатар тапсырма берген. Алматы облысының әкімдігі аталған жол учаскесіне байланысты баспасөз туры ұйымдастырылатынын жеткізді. Еске сала кетейік, бұған дейін Алматыда жаңа төселген асфальт жабынын су шайып кеткен болатын. Ал әлеуметтік желіде осы жағдайға байланысты қызу талқы жүріп жатыр.